Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бөлімнің атауы «Менің отаным Қазақстан». Бүгінгі сабақтың тақырыбы мемлекеттік рәміздер. Сабағымыздың мақсаты: жаңа сөздер үйренеміз, көптік жалғау жайлы білеміз және сөздерге көптік жалғау жалғап үйренеміз. Сонымен бүгінгі жаңа сөздер менен кейін қайтала. Елбасы, елбасы. Елтаңба, елтаңба. Мемлекет, ел. Мемлекет, ел. Тәуелсіз, еркін. Тәуелсіз, еркін. Рәміз, рәміз. Ұлан, ұлан. Өте жақсы. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып, жаттап ал. Келесі ереже: көптік жалғау. Сөз соңында а, о, і, у, е, ю, я, қысқа и, р дыбыстары келетін болса, онда оған лар немесе лер деген қосымша жалғанады. Мысалы, тулар, көшелер. Келесі, егер сөз соңында ж, з, л, м, н, ң дыбыстар келетін болса, онда оған дар немесе дер деген көптік жалғау жалғанады. Мысалы, ұландар, рәміздер. Келесі, егер сөз соңында б, в, г, к, қ, п, с, т, ш, щ, ф, х, ц, ч дыбыстар келетін болса, онда оған тар немесе тер деген қосымшалар жалғанады. Мысалы, жастар, мемлекеттер. Сонымен қоса оқушылар, біз 3-ші сыныпта мынадай ереже өткен болатынбыз. Егер сөз ішінде дауысты дыбыстар жіңішке болып келетін болса, онда оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Мысалы, көшелер. Көшелер сөзіндегі көше сөзі ө және е дыбыстары жіңішке. Сондықтан да оған жалғанатын қосымша лер жіңішке болады. Және ұландар. Ұлан сөзіндегі о және а дыбыстары жуан болғандықтан дар деген қосымша жуан жалғанады. Егер сөз ішіндегі дыбыстар жуан болатын болса, онда оған жалғанатын қосымша да жуан болады екен. Жақсы, келесі 2-ші тапсырма. Жоғарыдағы ережеге сәйкес сөздерге көптік жалғау жалғап жаз. Біз жаңа ереже өттік, мінекей. Енді ережеден алған білімімізді бекітейік. Үлгі, ұлт. Көптік жалғау жалғайтын болса, оған ұлттар. Себебі ұлт сөзінің соңғы дыбысы т әріпі, т әріпімен аяқталса, онда оған тар немесе тер деген қосымша жалғанады. Келесі, аудан. Аудан сөзі н әріпімен аяқталып тұр. Егер н әріпімен аяқталса, онда оған дар немесе дер деген жалғау жалғанады. Аудандар. Аудандар. Келесі сөздерді өзің аяқта. Келесі тапсырма. Кестені толтыр. Сұрақ: Қазақстан қандай мемлекет? Үлгі ретінде Қазақстан бай мемлекет. Ары қарай кестені өзің толтыр. Келесі тапсырма.
көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып жаз. Керекті сөздер: мемлекеттік елтаңба, мемлекеттік ту, мемлекеттік гимн, мемлекеттік гимнді. Бірінші, олимпиада кезінде нені айтамыз? Жақсы, келесі: Қазақстанның мемлекеттік рәміздері. Олар нелер? Жақсы. Сонымен, балалар, бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, біз бүгін жаңа сөздер өттік. Көптік жалғаумен таныстық, сөздерге көптік жалғау жалғадық, және Қазақстан туралы мәліметтер алдық. Сонымен қоса Қазақстанның мемлекеттік рәміздері жайлы білдік. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.